Бәріңізге сәлем достар. Жақын арада стримнің үстінде бір подписчигіміз өзіне бір қатысты тақырып туралы видео түсіруді сұраған еді. Ол тақырып неде деп ойлайсыздар ғой? Ол тақырып диплом мен диссертацияның жалпы жазу мағынасы және маңыздылығы. Бұл сұрақты қойғанда жаныма қатты тиді десек қателеспейміз. Себебі мен де осыдан өзім өткен едім. Бакалаврды бітіргенде, магистратураны бітіргенде. Менің есімде бір жыл бұрын ғана магистратураны бітірген едім. Сол жолдан өттім. 76 беттік диссертацияны жазу маған шыны керек өте қиынға түсті. 76 бет. Неше түрлі тексттар, графиктар, тағысын тағы. Бұған маған біраз ай кетті, біраз нервы кетті, біраз уақыт кеткен еді. Оның ішінде түзетулер бар. Жаңа адвайзердің артынан қуу, оформлениені дұрыстау, оформленияға қанша уақыт кетті. Соның жаңа бүкіл процестен кейін қорғап шықтым, 95 балдан жоғары алдым. Енді ол диссертация қайда дейсіздер ғой? Универда бір жерде шаң-шаң болып жатқан шығар. Бірде-бір жаңағыдай адам оны сұрамады, қай жерде ол керек, жұмысқа алып кел деген сияқты ешқандай да бір сұрақтар болған жоқ. Сонда бұны босқа жаздым ба деген өз-өзіме кезінде сұрақ қойған едім. Түсініп отқаныңыздай, бүгінгі видеода сол дипломдық және диссертациялық жұмыстар туралы болады. Яғни олардың маңыздылығы, олар бізге керек па, керек емес па, басқа елдермен салыстыруға тырысамыз. Кішігірім бүгінгі видеоның планы былай ғой, короче. Бірінші, біздің елдегі жағдайға қараймыз, басқа елдермен, басқа системалармен салыстырамыз, сосын жалпылама ойымды өзім айтамын. Және де видеоны бастамас бұрын бір кішігірім просьба болып тұр сіздерге. Давайте осы каналға 1000 подписчик жинайық. 1000 подписчик жиналса, монетизация қосылады, монетизация қосылса, менде жаңа видео жасауға деген мотивация үлкейеді. Егер осы тақырып сізге жақын болса, жазылуға ұмытпаңыздар. Бұл процесс сізден 1 секунд уақыт алады, ал маған үлкен көмек береді. Ал видеоны бастайық.